Біз бүгін картоп тамағын дайындайтын боламыз. Бізге бірінші картоп керек, оны майдалап турап, өз мөлшерлеріңізге сай қылып алсаңыздар болады. Етті де майдалап тураңыздар. Пияздан бір үлкен пияз жеткілікті. Біз бұның барлығын бірінші дайындап алдық. Бізге қазанға май құямыз, астын қыздырып, оның үстіне майдалап туралған етімізді саламыз. Етімізді салып, жақсылап араластырып, жақсылап қуырып, оның үстіне біз пиязымызды саламыз. Пиязды көп салсақ, бұзылып кетуі мүмкін. Етімізді жақсылап қуыру керек. Жақсылап қуырмасақ, тоқтаған кезде ол піспей қалуы мүмкін. Етті майдалап тураңыздар деп айтып жатқаным сол ғой. Етті майдалап турмасақ, ол піспей қалуы мүмкін. Майда көп қоспаңыздар. Көп қоссаңыздар өте майлы болып кетеді. Енді осының үстіне біздің картопымызды саламыз. Астарыңыз дәмді болсын. Ас дәмді болсын.